Ей, жандарым менің. Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Марио. Бүгін біз өзіміздің Майнкрафттан Марионың саяхаттары атты жоба ойынымызды бастаймыз. Ал мына үйді мен жалпы үшінші серияда болу керек. Мынау енді үшінші серия ғой дейсіздер ғой. Мынау үшінші серияның екінші дублі. Үшінші серияда мен дейтін айтып кетейін, қалай түсіндірсем болады. Екінші серияда білесіздер ма, ең соңына қарай так, ең соңына қарай видео дейтін, звук дейтін видеодан осып кетті. Сондықтан мен дейтін ол видеоны өшіріп тастадым. Сіздерге үшінші видеоны өшіріп тастадым, сіздерге неприятно болады деп. Сондықтан достар, мен мына үшінші серияда мен бітірген болатынмын. Үйді мен дейтін былай істедім. Мына жағына былай балконымен, қазір көрсетейін ішін толығырақ. Мына жоғарыда көрсетейін бірінші үйдің жоғары мынандай, мен жататын үй. Сундуктар қайда дейсіздер ғой? Сундук дейтін мында мынандай жер жасадым мен жердің астына. Әрине әлі біткен жоқ. Мынандай қылып мына жерден шахтаға жол қазам. Ал мына жер дейтін печкалар тұрады, ішінде дейтін нелер қайнап жатыр. Так, тастар қайнап жатыр. Так, қолым терлеп жатыр. Так, мында енді сортировкамен жасайтын боламын бұйырса. Мында тастар бар, мында нелер бар, андай бәрін сортымен жасап қойдым. Ал бүгінгі серияда достар, біз дейтін не істейміз? Біз дейтін не істегенде бүйтеміз. Қазір айтайын, біз дейтін қазір не саламыз? Огород саламыз. Огородты қазір мен қалай істейтін білмедім пока. Так, оны қазір ойлап жатамыз. Бірінші ұйықтап тұрайық, содан кейін көреміз қалай істейтінімізді. Жалпы ой бар қалай істейтін, соны істейтін шығармыз қазір. Баяғыша анандай немес, майнкрафтовский версия емес, андай жительский нелер тұрады, көбісі соны істейді. Мен дейтін басқаша істейтін шығармын қазір. Так, бірінші верстак. Верстакта бізге қазір нелер керек болады, мынандай заттар керек болады. Бірінші мынаны шығарып алайық, бәрін полностью шығарайық та, сосын так, бізге қазір мынау керек болады. Так, 16 нажатиемен нормально ма екен? 52 жарайды. Енді сосын полублоктар керек. Полублоктар. Куб полублок керек. Так, жаңбыр дейтін қатты дауыс. Қазір дауысын азайтайық кішкене оны. Алдыңғы видеолардан қарадым, жаңбыр дауысы қатты шығып тұр екен. Сондықтан мен қазір дауысын азайтайын. Так, қайда? Звук 26% жарайды. Ал кеттік, біз дейтін енді немізді бастаймыз. Қайда? Мына жерде тағы заттар сындырып алдым, мен қайта сындыра қоя беремін. Так, мына жақтан мынандай не жасадым, шығатын жер. Ал енді біз дейтін, мен қазір орын тауып қойдым, қай жерге істейтінімді бәрін шештім. Так, біз дейтін қазір былай істеуіміз керек. Так, мына жерде су бар, суды жауып тастаймыз, ештеңе етпес. Так, как раз былай жауып тастайық. Так, былай астында нелер қалып отыр, ештеңе етпес. Біз дейтін тек жоғары керек бізге. Так, былай жауайық, былай жауып тастайық. Тамақ жеп алайық ең бастысы, тамақ. Қарымыз ашып екен. Так, жалғастырамыз. Кеттік. Мынаны алып тастайық. Енді сосын жобаға көшейік. Мынаны алайық қолымызға, сосын мынаны алайық. Қалай істейміз дедік? Біз дейтін былай істейміз қазір. Былай, сосын. Так, былай, сосын ажағынан. Так, таратыңыздар. Былай жоғарынан былай істеуіміз керек қазір. Былайынан, сосын былайынан. Сосын былайынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жарайды деп ойлаймын. Так, былай, сосын былай, сосын былай.
Так, мына жақта да тағы не жауып тастау керекпін бәрін, а то су мешать етеді қазір бізге. Так, астынан бірақ андай нелер болса екен, біздің қазір редактор жасағанда астынан су келіп тұра ма екен, құдай білсін оны жағын. Бірақ келмейтін сияқты, ол дейтін келмеу керек, ол дейтін затында тек шетінде ғана тұрса не болады, нормально болады, ал былай не сияқты өзгеріс жоқ сияқты ондайдан. Жалпы мен дейтін артынан дейтін автоматты түрде нені істейтін шығармын, автоматический ферма. Ал тек енді қазір тек бастамасы былай артынан көрсетеміз ол жағын. Так, енді былай 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жасайық. Мына жағында да 13 жасап шығайық. Или былайынан таныстыршайық қазір. Или жоқ, тұра тұрыңыздар. Так, 7-ін санайықшы. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Естеріңізде ешкім түсірмей ма? 13 дейтін жаман сан, ал 7 дейтін жақсы сан, киелі сан. Екеуін сәйкестіріп қойық. Так, мына былай, сосын былай. Сосын мына жақтан 17 тағы. Так, мына жерден ғой. Так, сосын так, байқамай қалдық. Дауыс шық болғасын естімей қалдық криперді. Ештен етпес, құттай жады, тек үстін жауып тек. Шошып кетті мана. Ал үстіме мен дейтін железный кирка, сондай железный наконечникпен не істеп алдым. Міне пока что жететіндей қылып. Так, енді былайынан. Так, мына жерден былай, сосын былай. Так, дұрыс па? Дұрыс. Тіке. Енді былай. Жоғарынан, сосын былайынан. Сосын былай істейміз. Мына алдынан вход жасаймыз. Дәл ортасына жасау керек входты. 3, 1, 1. Ортасынан вход жасаймыз осылай. Сосын тағы да крепеж жұман яқта. Жоқ, көрініп кетті тек. Енді былайынан үстінен былай жауамыз. Былай. Так, бізге ведро керек еді. Ведро жасамаппын. Қап, қазір жасаймыз. Ештен етпес. Загонды да олса істеу керек жалпы. Қазір істейміз оның бәрін. Асықпай. Келесі серия қалдырам мен загонды. Мына сериясында мен тек қана нені жасаймын. Көп уақыт алып кетпесе. Так. Былай. Осылай жасаймыз. Так. Тек тағы да крипер керек болмаса болды. Қалған ештеңе емес. Қалған бәрін шешіп тастаймыз. Так, мынаны былай екеуін бұзып. Так, достар, егерде менің мана жасаған подвалым ұнаса, тағы да қалай жасауға болады, қазір тағы да кіреміз, содан кейін бірге шешеміз комментариямен. Так, ал қазір біздің былай істеуіміз керек. Так, бізде тағы да бар ма екен? Тағы 2 стак бар екен. Тағы 1 стак, то есть. Жақсы, керемет. Так, міне былайынан. Былай. Сосын былай. Осылай мен айналдырып шығамыз қазір. Сосын. Мынау. Тағы да қасында 9 несі бар екен қасында. Керемет өте. Так, енді нормально болған сияқты бәрі. Енді біз бітеміз. Так. Біз ортасынан 1, 2, 3. 1, 2. Так, енді былай істейікші біз. Чтоб потом андай нелер кіріп қалмасын деп. Так, олай емес. Дұрыс емес. Былай істейік. Былай. Сосын былай. Сосын мына жақта дәл сондай қылып. 1, 2. Ана жақта тағы да қойлар толып бітті. Что-то манадан бері қойып алдында ең басында берсе де ең басындағы бөлімдерде қой табылмай жүр. Енді қойлар толып бітті. Мен дейтін освещение жасадым. Мынандай периметр бойынша освещение жасап шықтым. Так, енді мына жерді біз былай істейміз.
Так, олай емес, қателесіп кеттім. Былай, сосын былай істейікші. Екі жағына да қазір андай ыңғайлы болу үшін екі жағына да бүйтіп істеп шығайық. Так, ход болады мына жерде. Так, былай, нормально. Нормально шығып кеткен сияқты, менің ойымша. Так, енді біз былай істейміз. Мына жерден былайынан шығамыз. Так, олай емес. Тұра тұрыңыздар қазір. Ортасына жетеді деп ойлаймын, мына жерге су дейтін. Қалғандарына барады ғой. Так, через 2 жасаймыз тағы да. Через 4, точнее. Через 4 мына жерден тағы қазамыз. Неге десеңіздер, өйткені мына су деген былайынан қателеспесем тек 3 неге барады, 3 градка жасағанда барады. Ал мен тек 2 неден істеп жатырмын. Мына жақта тағы су құйғанда мына жерге 2 барады, ал мына жақтан тағы 2, сосын мына жақтан 2. Ондықтан осындай қылып істеп жатырмын. Так, 2, сосын мына жерден былай істейік. Вот, нормально. Енді бізге дейтін су керек. Суды біз дейтін үйден аламыз қазір ең басымен. Не керек бізге? Железо керек. Железо не керек дегенде, железо бізге қазір ведроға керек. Ведроны біз дейтін қазір крафтить аламыз. Так, қайда? Руда дейтін бізде мұнда. Так, железо жоқ па не? Хап, әлем. Менен сәлем дейді ғой. Так, бізде железо жоқ, достар. Что-то не болып кеткен. Ал мұнда бар ма екен? Мұнда да жоқ сияқты. Так, мұнда болу керек, мен салдым мұнда жалпы. Жоқ екен. Так, енді біз дейтін пока су құймаймыз. Өйткені жалпы мана не істемей көреді, қап заттарды істемей көреді. Кирка сондайларды. Киркалар жасап қойдым, кирка жасап қойдым. Енді грядканың басын көрсеттім, қалай істейтінімді. Ал біз қазір пещераға кіріп шығайық, пещерадан зат табайық. Міне енді грядканың басы келесі бөлімде тағы жалғастырып түсеміз. Или қазір біз бітеміз ба, достар? Жерге не жасамай, загон жасап жібереміз ба? Қалай болады екен? Загон жасасақ. Так, загон жасап жіберейікші, жақсы. Так, біз дейтін енді қазір бітеміз. Загон. Бәрін бүйтіп көтереміз. Так, мында келдер достар. Так, ана жерден өтіп кетеді ау деймін қазір олар. Өтіп кетеді қап, дұрыс емес. Олай істемеу керек еді. Куралардың бәрін таратып жібердік, что-то. Құрсын. Так, қайдасың, досым? Мына жаққа кел. Сені итер жіберейік қазір. Бұл шешіне қарап тұрсын бейтіме. Капказ көріп жатсың ба мені? Мен дейтін ондай знаменитость емеспін қазір құрсын. Өйтіп қарамай қой тиісіліп маған. Керек емес сен өйтіп қараған маған. Так, мұнда кел сен енді. Сен кел мұнда. Сені де итер жіберейік. Достар, келесі серияда мен дейтін әдемі қылып загон жасармыз мүмкін. Оны көре жатамыз. Ал біз қазір мынаны жасадық. Так, мынандай қылып жасадық, ең басын бастадық. Енді қазір неге барайық онда? Зат жоқ болса. Кирка жоқ болса. Мына жақтан мен дейтін не көрген сияқты едім ана. Пещера қайдан көріп едім? Осы жақтан көрдім бір жерден. Мана не істеп жүргенде. Мынандай ағаштарды добывать етіп жүргенде. Так, біз дейтін қазір не жаққа барайық. Бірінші ұйықтап алайықшы. Мына жаңбыр тыйылсын. Бір жағына жаңбырды мешет етіп тұр. Бірінші ұйықтап алайық қазір үй жаққа. Үйім өзіме ұнайды, әйтеуір сіздерге ұнай ма білмеймін. Комментарий жазып жүріңіздер, ұнай ма, ұнамай ма. Так, бірінші ұйықтап алайық. Так, қасымызда монстрлар бар дейді. Монстрлар болсын, мен дейтін қазір былай алам да. Үйдің төменіне кетіп қалайын ба, не істейін? Былай ұйықтасақ болмайды. Так, ол үшін бүйтейік біз. Қазір. Так, ал мынау екен ғой бізді мазалап жүрген. Так, сені қазір досым сенен құтыламыз. Қазір сен. Так, мә.
Мен айтпақшы достар, айтып кетейін. Мен алдыңғы серияда айттым ғой, управление неудобный деп. Мен дейтін мынандай не бар екен, стрелканы ұмытып кеттім, сол стрелканы салуға. Соның кесірінен маған неудобно болып жатқан. Сосын сол решениені таптым. Неде екенін көрдім де, сосын сразу өзгертіп тастадым. Так, енді біз дейтін қазір пещераға барамыз дедік қой. Пещера дейтін бізде мына жақта да болу керек қазір. Мына жақта қазір тастар қайда екен? Таулы жерлер. Таулы жерлер. Так, мына жақта емес. Қазір ана жақтардан көрген сияқтымын, қазір тауып алайық соны. Так, мына жақта ма екен? Тауып алған сияқты. Жоқ, крипер жарылған жер. Так, қайда екен тағы? Bir жерден көрдім, ұмытып қалыппын соны. Так, мына жақта емес, мына жақта сияқты сол. Или үйдің арт жағында сияқты, мен үйдің арт жағынан бірдеңе көрдім. Бір қызық нәрсені көрдім. Так, нені ұмытып кетейікші, тамақ алып кетейікші, айтпақшы. Қазір пещерада керек болып қол жүре. Бүгінгі серияны пещера қанек сол. Пещера, тамақ қайда екен? Тамақ дейтін әлі дұрыс сортировка жасаған жоқпын, бер ыңғайсыз сортировка жасағанда да. Сондықтан қазір көре жатамыз. Так, мыналардың бәрін салып кетейікші. Қазір керек емес бізге. Салып кетейік те. Сосын осы серияда пещераға барайықшы. Пещерадан сосын железо тауып, сонымен аяқтаймыз серияны. Так, мынаны былай, сосын мынаны былай. Кеттік, бәрі де бар сияқты, заттардың бәрі. Енді пещераға кеттік. Пещераны іздейік. Тек үйімізді ұмытып қалмасақ болды. Мен үйді жоғалтуға қорқамын бір жағынан. Бірақ осындай биомда жоғалтуы мүмкін емес деп ойлаймын. Так, мына жақта қарайықшы. Так, мына жақтарда болу керек қазір. Қайда отқанын өзім де білмеймін. Міне гара сияқты мынау да. Бірінші жоғарынан мінейікші, жоғарынан мініп қарап алайық. Қай жақтан не бар екен? Андай көбінесе неге бару керек? Қазір. Ана жақтан міне. Мына жақтан көрдім мен. Мына жақтан көрген екенмін. Жүгірейік. Уақыт өтіп жатыр. Так, мына жақта чикин жүр. Чикин сен маған керек емессің пока. Так, мына жақта былай алайық та, бүйтіп лақтырып жүрейік. Ештеңе шыққан жоқ, өкінішке орай кеттік. Бізге ол қазір керек емес. Мына жақтарда пещера болу керек обязательно. Тауып керек. Пещера, қазір пещера. Мына жақта күшті айғыр жүрген. Айғыр ма? Ат па, құдай білсін. Так. Мына жақта. Так, пещера. Пещераның бәрі жоғалып кетеді. Осында іздесең таба алмайсың, іздемесең толып тұрады пещералар. Сонша жалпы арнайы серияға арнап қойып едім сол пещераны. Так, соны таба алмай қалып тұрмын қазір. Іздейік. Достар, ал уақыт мен Майнкрафттың сериялары сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, каналға жазылыңыздар. Мен бәрін күтемін, бәрін бағалаймын, бәрі де маған маңызды. Так, мына жақта бірдеңе бар сияқты, что-то мына жақтан бірдеңе шайнып тұрған сияқты, что-то да. Ё-моё, сразу түсіп кеттік бәне. Так, енді жайлап көрейік, не бар екен мұнда. Жерде железо бар, железоға мінеміз. Так, земля жоқ сияқты да бізде. Так, земляны ұмытып кеттік біз. Ё-моё. Қазір көреміз, алмай тұрып, бірінші освещение жасап алайық, жоғарыдан мініп батқанда көреміз, ол жағын. Жақсы пещера тапқан сияқтымыз. Так, мына жерде мынаны ұмытпайық. Мынаны көрдік. Так, жақсы пещера тап болған сияқтымыз, нормальный сияқты, нөн сияқты ше. Тек жоғалып кетпесек болды бір жағынан. Сонысы маңызды. Қазір мына жақта тағы железо бар екен. Кірмей жатып, міне пещера өзін жақсы екенін көрсетіп жатыр. Мына жоғарыда да бар екен пещера. Қазір көреміз, оның бәрін бағалаймыз қазір. Ішінде не бар екен зерттейміз. Көреміз бәрін. Жоғарыда тағы не бар екен? Железо. Железоны добыть етіп қазір. Железо қазір бізге маңызды. Так, мынадан тағы алайық. Сосын мінейік. Так, былай. Таксыңдар.
освещение сразу. Мынаны алайық. Так, енді. Так, бізде қазір уже 20 шақты болып қалған сияқты да, железо. 20 шақтыға жетіп қалған сияқты, білмеймін, қателеспесем. 20-20-сын жинаған сияқты. Угольді де жинауайық, угольді керек бізге. Так, неше болды железо? 16 шақты соқ болды. Так. Угольді дейтін бір жерден көп шығатын болған екен. Баяғыдан да сондай ғой, бірақ қазір байқаған уголь көп шығып отыр. Қазір жилокта андай нелер көп екен. Байқаған. Бірақ бізге де жақсы ол жағы. Так. Угольді жинауайық, артынан керек болады. Біз дейтін көп, мен дейтін жақсы проект жасаватын. Яғни ойластырып жатын. Ол жағын айтпай қойын проект жайлы. Сіздер өздеріңіз көресіздер бұйырса. Неге байланысты? Подвалмен. Мана подвал жасадым ғой, сол мана шахтаға байланысты. Шахта дегенде мен дейтін төмен қарайтай қазам, ең андай алмаздың өргендері болады ғой, 8-ші өрген сондайлар. Сол жерге шейін қазамда мен дейтін бүйтем. Андай кратер жасаймын, типа андай 4-5 ол қазады, сосын ортасын қазады ғой. Сондай қылып қазам, сосын или дейтін мүмкін не істейтін шығармын. Андай немен туннелдер істейтін шығармын. Ол жағын көре жатамыз, болашақта көреміз оның бәрін. Қазір біз дейтін главное алмасты болсақ, қазір керемет болатын еді. Сразу неге барып обсидиан жинап алып, содан кейін не істеуіміз керек? Портал жасауымыз керек. Әзірге болмайтын сияқты, ол дейтін алмасты алмайтын сияқтымыз, Так, оның бәрін көреміз артынан. Главный қазір жоғалып қалмасақ болды мұнда. Сонысы главный. Так, біз дейтін тамақ көп жинаған жоқпыз. Так, мынаны жинап алайық, мынаны. Мына жақтан угольді алып кетейік. Железо екен. Сосын ары қарай түсейік. Сосын мүмкін келесі серияға бөліп кетейін. 2 серияға мынаны. Так, мына жағын бәрін қарап шығайық. Железоны көрдім, уайымдамаңыздар. Көрдім железоны. Так, мына жақта тағы бар екен. Тек осылай мен пещераның бір жаманы осы, көрген сайын андай нелерге бара бересің. Так, енді мына жақты зерттейік. Мына жақтың бәрін зерттеп алдық па? Зерттедік. Ана жақ бар. Так, мына жақты зерттейік. Төмен түсе берейікші, короче. Бірінші жауайық ананы. Тұра тұрыңыздар. Бірінші мынаны жауып тастайық. Ана жерде железо бар. Железоны артынан аламыз қазір. Бастысы төмен түсейік қазір. Так, зомбидің дауысын естіп жатырмын жайлап. Өзі зомбидің дауысы естіліп жатыр. Так, мына жақтыққа қараймыз. Бірінші освещать етіп шығайықшы бәрін. Сосын төмен түсейік. Так, төмен түсейік, төмен. Беті освещение берейік жерге. Сосын мына жерден лестница жасайық. Так, артық. Мынау артық кетіп қалды. Так, енді жайлап түсейік. Чтоб потом удобно было, да? Так, былай. Сосын былай жасай жіберейік. Так, зомбидің дауысын естіп жатырмын. Зомби жақын қалады. Мына жеркен зомби. Так, жаққа түсіп кетті что-то. Не сияқты? Терең сияқты да жағы. Так, мына жақта терең. Түсіп кетпейік, главное. Ё-моё, құттай қалдық чуть-чуть. Ё-моё. Өліп қалу құттай қалдық қой. Астында лава жатыр екен. Артымызды қарап шығайық. Ештеңе жоқ па екен? Бізді ите жүр. Жаққа терең құлаймыз әйтпесе қазір. Құласақ деген. Ана жерде лава көрдім. Енді алмазға шанс бар кішкене. Қазір алмас тапсақ керемет болады. Так, сенен құтылайық. Тағы мүңкіп бәті. Өзінше мүңкіп бәті қойын тұры ғой. Сен мені құлатам деп ойладым ба, айналайын. Бірінші сен дейтін абалама шешу деп даусыңды білдіртпей. Содан кейін мүмкін стелс режимде мені ете жүресің. Так, ал біз кеттік. Уже нормально жинақ болған сияқты. Так, бітеміз. Так, төмен қарай түсейікші, ана жақта лава бар. Так, лаваны былай жауып тастайық. Ё-моё. Құттай қалдық түсіп кетуге. Так, ат жоқ па не?
жауатын зат жоқ дейді ғой бізге. Так, мына жақта освещение дейік. Бүйтіп айналасын қарасақ, не бар екен. Мынандай лаваның айналасында болу керек алмаздар жалпы. Мүмкін емес лаваның қасында болмау. Так, көрейік, мүмкін нелер астында жатыр. Мынандай заттар. Так, мынаны байқасақ, астында лава ма екен? Қазір көреміз. Так, лава жоқ екен. Мынау ше. Ал мына жерде жоқ. Ал мына жерде. Мына жерде жоқ, чисто бәрі керемет. Мына жерде алмаздар жоқ сияқты. Өкінішке орай, алмаздар жоқ. Өте обидно, конечно, бірақ. Ар жақта да тағы лава көрдім мана. Бәрін жинап аламыз. Так, не жинап алайықшы? Тас жинап алайықшы бірінші. Так, нормально. Енді былай жауып тастайық. Так, мана көрдім мен. Бірдеңе көріп қалдым. Бірдеңе светиться етіліп кетті ас жағында. Көрдіңіздер ма? Оны мен көрдім. Қазір сол жерге барып тырысамыз қазір. Бірақ астына қазбай қойық. Қазып керек емес. Или қазамыз ба? Түйікше. Так, қазір дауысын көбейтейін. Так, бірінші редстоун. Алғашқы редстоун. Қазір мен дейтін мына дауысын көбейтейін ойынның. Әйтпесе мен дейтін пещерада жоғалып кетемін. Или адамдар өліп жатыр. Крипер келген байқамай қалып жүреміз қазір. Так. Мына жақта редстоун таптық біз. Ең алғашқы редстоун. Редстоун бар жерде алмаз бар болады. Өйткені редстоун мен алмаздың өлгені почти бірдей. Соны, так, қазір сен маған мешать етіп тұрсың. Так, жауыл шеш. Түсінбедім. Так, бак болған сияқты. Так, тағы да қазып жібердік. Байқамай. Так, мынаны былай жинап алдық. Мына жақтан мана не тапқан сияқты едім мана. Так, бүйтіп айналаны қашсақ. Лаваның дауысын естіп тұрмын мен. Мына жақта да болу керек деймін. Міне көріп тұрсыздар. Мана айттым бірден көрініп кетті деп, соны байқап қалдым мен. Осындай шапшаң болу керек қой мен сияқты байқап қалдым. Так, енді жоғарын бет абайлап қазайық. Бет жауып тастайық мына жерде. Келмей қалсын бізге. Так, мына жақта тағы бар. Тек алмаз болса екен, тек мына жерде бар ғой. Алмазға сеніп кететін. Так, көреміз. Жалпы мына жерде бізге андай не керек еді. Так, бүйтейік өкіміміз. Бірінші мен мынаны жасайық. Былайынан верстак. Сосын. Так, верстакты қойайық та. Нені істейік? Мынаны істейік. Мәссаған. Басқа нәрсе істеп қойдым. Так, енді былай алайық та. Так, бізге нешеу керек? Қазір бірінен өгілді қойық та, екеуін қойып қойық сразу. Еселсін, сосын маяқтан суды алып кетеміз қазір. Жоғардан мініп. Бірақ жоғар жағында сияқты су дейтін. Көріп жетеміз. Аяқта тағы лаваның қасында су болса соны алып кетеміз. Біз арай жетті берейік. Тапқанша анау дейтін плавиться етіле берсін. Так, құлақ көтпесейік тек. Артымыздан бөлу керек қалмас. Құлақ кетсек өте жаман болады қазір. Так, тупик. Бүйтіп айналаны қашсақ. Так. Айттым су бар деп. Судың дауысын естідім мен. Так, енді құлақ көтпейік тек. Управлениемен апасып. Так, екеу болды ма екен? Болды, міне сразу болды. Енді қазір бетеміз керек біз. Так, мынаны алайық. Ведро. Шелек қайда? Так, шелекке нешеу керек өзі? Мәссаған, мен шелекпен қателестіріп алыппын. Так, тағы 1, 2, 5 керек қой шелекке айтпақшы. Я, солай. Көптен бері ойнамасын ұмытып қалдым ғой. Шелекке нешеу керек екен.
Так, оның бәрін дұрысталамыз қазір. Ана жақта да тағы бар қазір. Бірінші шелекпен сумен оңайырақ болады қазір бару. Судың басын тауып алайық. Мен алмаздың иісін сезіп тұрмын, достар. Сенесіздер ма? Алмаздың иісін сезіп тұрмын мына жақта мен дейтін. Так, алмаз. Алмаздың иісін сезіп тұрмын. Мына жақта болмау деген мүмкін емес енді, достар. Обязательно болу керек, мына жерде айтайын сіздерге. Қазір тауып аламыз. Оған уайымдамаңыздар, тауып аламыз. Достар, серия неше уақытқа жалғастырып кетті екен, оның бәрін білмеймін қазір. Көпке жалғасып кеткен сияқты. Солай ма? Уақытты қарамаппын да мен.